Сөзсіз үш шындық. Бірінші, сені жақсы көрмейтіннен сүйіспеншілік сұрап жалынба. Екінші, саған сенбей тұрған жерде өзіңді ақтаймын деп тырыспа. Үшінші, сені бағаламаған жерде ештеңе деп дәлелдеудің қажеті жоқ. Адамға қажеттілігін берсеңіз, жайлылықты қалайтын болады. Жайлылықпен қамтамасыз етсеңіз, молшылыққа еліктейді. Молшылықты жаудырсаңыз, талғампазданады. Талғампаздықты қолға ұстасаңыз, ессіздікті іздейді. Осының барлығын беретін болсаңыз, ол қалаған затымды бермедіңдер деп шағымданатын болады. Өмірдегі ең әдемі нәрсе, барлық кемшіліктеріңді біле тұра, сіздің әлі де керемет екеніңізді ойлайтын бір жанның болуы. Ақшаны жақсы көретін әйелдер бар. Олармен байланыспа. Олар алдымен ақшаңды, содан кейін сені жұмсайды. Ақыл ойды жақсы көретін әйелдер бар. Өз ақылыңа сенбесең, аулақ бол. Олар сені аяусыз басып тастайды. Жалғыздықты жақсы көретін әйелдер бар. Тырыспа, саған мүмкіндік болмайды. Ештеңеге де есеп жасамайтын, барлығын шын жүректен сүйетін әйелдер бар. Егер оны тапсаң, айырылып қалма. Мұндай әйелдер барлық жерде бола бермейді. Ең жақсы көретін нәрсені жасаудың бақыт екенін түсін. Бір күні сен басқалар үшін, соның ішінде жақсы көретін адамдарың үшін істеп жатқан ісің сенің жаныңды ең көп толтыратын нәрсе екенін түсінесің. Бақытты болу үшін көп нәрсе қажет емес. Дұрыс адамдармен болуы, дұрыс емес адамдардың кетуіне жол беру, және әрқашан жүректен шыққан нәрсені жасау керек екенін түсінесің. Көп нәрсеге көз жұмып, пендеміз ғой деп кешірімді болған сайын, кейбір жандар өзін періште сезініп, басынып, басыңа шығады екен. Сені төменшектететін адамдардан аулақ жүр. Таста да кет. Ешқашан шешілмейтін дауларды таста да кет. Сені ешқашан бағаламайтын адамдардың көңілінен шығуға, оларды қуантуға тырыспай, таста да кет. Ой санаңды улап жатқан осындай нәрселерден алыстаған сайын өзіңді бақытты сезінетін боласың. Адамдардың өмірде құлдырауының себептері: үнемі шағымдану, өкпелеу, ренжу, қателіктері үшін басқаларды кінәлау, ешқашан еш нәрсеге риза болмау. Әрбір адам баласының жасы қаншада болса да, ол мүлде маңызды емес. Қамқорлық пен мейірімге адам қай жасқа келсе де мұқтаж. Өйткені жылдар өтіп, адамның тек сыртқы көрінісі ғана өзгереді. Жасы ұлғаяды, қартаяды. Бірақ жан дүниенің түкпірінде еш уайымсыз, балаша қуанғысы, балаша бақытты болғысы келетін жан өмір сүреді. Ойланып қарасаң, басыңнан көп қиын күндер өтіпті. Соның бәріне мына кішкентай ғана жүрегің қалай шыдап келгеніне кейде өзің де таң қаласың. Адамның жасы ұлғайған сайын біреулердің ауыр сөздерін естіп, жүйкесін шаршатқысы да келмейді. Тіпті олардың өсегі де, өмірі де қызықтырмайды. Тек жаны мен миы тыныш болса, жүрегі бақытты болса болды екен. Дүние деген қызыққан ісің болса, қызықтырған кім сені оған сонша? Пайдасыз, баянсызын біле тұра, қуа бердің ойланбай, неге сонша? Тектіден текті туады, тектілік тұқым қуады. Тектілердің тұяғы таңдайды құз қияны. Шын тектілер халқы үшін өлімге басын қияды. Жақсы жаман деместен жанына жұрт жияды.
Үй ішінен үй тіксең, есігің жабылмас. Үй ішінен үй бөліп шығарсаң, елің жоғалмас. Ұлың үйлі болса, көз алдыңда, қызың үйлі болса, ел алдында. Әйелің қабағын түйіп керілсе, шай құйып беруге ерінсе, ұлың ұрысқа сай болса, келінің керіске сай болса, қызың сумақай болса, сол үйдің берекесі түгел кетеді. Адамдар шынайы жүздерін, сізден қалаған нәрсесін ала алмаған кезде көрсетеді. Адамдардың сізді ең көп жақсы көретін уақыты, оларға көп пайда келетін кезіңіз. Ағаштан ажыраған жапырақ желдің ермегі, ерінен ажыраған әйел елдің ермегі. Қолы қимылдаған адамға кедейлік жоқ, аяғы қимылдаған адамға алыстық жоқ. Байлықтың жақсы екені елге мәлім, өзің істеп әдет қыл келсе қалың. Қолың білсе біреуге жалынбайсың, шыдамды бол, еріншек болма жаным. Дәл қазір шешімі жоқтай болып көрінген нәрсең, бір күні түкке тұрмастай күліп еске алатын бір сәт болып қалуы ғажап емес. Сондықтан жай ғана бәрін бір Аллаға тапсыр да, әрі қарай әрекет ет. Қайырлы нәтижесін Алланың өзі береді. Бастысы, сен тырысып жатырсың. Біреудің барын көре алмасаң, өзіңнің жоғыңды түгендеуге тура келеді. Алланың бергеніне шамдансаң, алғанына амалсыз көнесің. Бақ деген құс ұшады да кетеді, тақ деген түс кіреді де кетеді. Байлық деген мұз ериді де кетеді. Мәңгілік қалатын адал іс, өмірде адал іс қана мәңгілік қалады. Ұл ұдайы ізетті боп тұрса егер, әке шеше жүзі жайнап нұр себер. Жас кезінде білім берсең қалайда, өсе келе қолы жетер талайға. Өмірдің қиындығын көп көрген, көп нәрсеге қол жеткізеді. Өмірдің ащысын көп тартқан адам тәттінің қадірін біледі. Өмірде көз жасы көп төгілген адам шынайы күле алады. Өмір өзі ұстаз. Құрметті оқырман, қазақша нақыл сөздерді қолдай отырып, каналыма тіркеле кетіңіз. Алдағы уақытта сіздермен бөлісер нақыл сөздерім, ғибратты әңгімелерім каналымнан көптеп шығатын болады. Менімен бірге болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Келесі жаңа видеоларда жолыққанша аман да сау болыңыз.